Жастарының жалыны бар, қарттарының қадірі бар. Жақсылыққа жаны құмар, жаса қазағым. Тарихының тамыры бар, дәстүрінің тәлімі бар. Сақ пен ғұнның сарыны бар, жаса қазағым. Жаса, жаса қазақ тілім, жаса, жаса ғажап тілім. Баянды бол қазақ күнім, бағын таймасын. Жаса, жаса рухты халқым, жаса, жаса құтты салдым. Айдан асып мықты даңқым, жаның жайнасын. Қайырлы күн, сіздерді өткір тілді, дархан пейілді қазақ елінің тілдер мерекесі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қоңыр күздің кешінде бүгін тіл мерекесі аясында Тельман отбасылық дәрігерлік амбулаториясының медбикесі Дария Андреевнамен блиц сұхбатымызды бастасақ. Дария ханым, Жезқазған тарихи археологиялық музейіне қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме, барлықтарыңызға көп рахмет мені шақырғаныңызға. Мен өте қуаныштымын. Бүкіл қазақстандықтарды тіл мерекесімен құттықтаймын. Осы жерге келгеніме өте қуаныштымын. Рахмет. Ал енді бүгінгі таңда Қазақстанда тұратын басқа ұлт өкілдері, қазақ азаматтары мемлекеттік тіл, қазақ тілін меңгеруге зейін қойып, қазіргі уақытта осы қазақ тілінде еркін сөйлеуді мақсат етіп отыр. Осындай жандардың қатарына сізді де қосқым келіп отыр. Солай емес пе, Дария ханым? Рахмет. Мен қазақ тілім өз тілімдегідей сөйлеймін, еркін сөйлеймін. Өз тілім деп санай беремін қазақ тілді. Өте жақсы. Енді өзіңіз жайлы толығырақ таныстырып отырсаңыз? Мен атым Дария, мен Жезқазған қаласында өстім. Жезқазған қаласының қасындағы Кеңгір деген ауылда өстім. Одан кейін медициналық колледжде оқыдым. Кішкентай кезімде мен ойнайтын балаларым қасымда аз болғасын, орыс балалар аз болғасын, мен қазақтармен ойнадым. Солардың арқасында мен қазақ тілін үйреніп алдым. Енді бала болдық қой, бала болғасын ойнағым кеп тұрған, сондықтан мен қазақ тілін үйреніп алдым. Әрі қарай мен мектептегі мұғаліме көп рахмет. Ол кісі мені әрі қарай жолымды ашып, көптеген конкурстарға жіберіпті, көптеген олимпиада сайыстарына қатыстым. Именно қазақ тілі туралы, қазақ мәдениеті туралы көп нәрселерге қатыстым. Қазіргі кезде мен Тельман отбасылық дәрігерлік амбулаториясында жұмыс істеймін. Қазақ тілі маған өте көмектеседі. Мен пациенттермен сөйлескен кезде өте оңай. Пациенттеріме бірдеңе түсіндіріп жатқан кезде өте оңай. Ешкімді қиналмай, ешкімді бәріне түсіндіріп, бар нәрселерімді айтып отырамын пациенттеріме. Сондықтан маған екі тіл білгенім өте ыңғайлы. Өте дұрыс айтасыз. Жаңағы емделетін кісілерге де жақсы дейсіз ол, бұл екі тілді алып меңгергеніңіз. Өте орынды. Адамға екі нәрсе тірек, бірі тіл, бірі ділің жүректегі деп. Жүсіп Баласағұн бабамыз айтқандай, кез келген мемлекеттің, елдің ең негізі рәмізі, ұраны, әнұраны болады. Енді қарап отырсақ, туған тілі, ана тілі болмақ. Жаңа сіз өзіңіз айтып отырғандай, орыс ұлтынан шықсаңыз да, орыс тәрбиесін көргенмен, бірақ қазақ тілін меңгеріп, қазаққа деген өзіңіздің жаңағы жанашырлығыңызды көрсетіп отырғандайсыз. Жаңа бала күнімізден, жас күнімізден балалармен ойнап, осындай қазақ тіліне деген қызығушылығыңыз басталғаны белгілі болып тұр. Енді осы жерде сіз қалай қазақ тілін негізі үйрендіңіз енді? Енді шынымен айтқанда, мен кішкентай кезімнен бері мен көзім ауырыпты. Одан кейін соған байланысты мен ертерек майда мен бүкіл емтихандарымды ертерек тапсырып Ресейге кеттім көзді емдетуге. Одан кейін мен келген кезде мен бүкіл сыныптастарым, достарым демалыстары енді басталған, лагерьге енді ғана кетіп баратқан бәрі. Мен жалғыз қалып қойдым ауылымда. Ойнайтын балалар жоқтығын. Сондықтан мен қазақтардың арасында ойнап, қазақтардың балаларымен солай үйреніп алдым тілімді.
Одан кейін мектепте мұғалім көмектесті. Сонымен мен өз тілімде сөйлеймін. Екі тілді бірдей қатар алып жүресіз, мысалы, өте орынды. Тіл мерекесі үшін, мысалы, бүгін біз еліміз үшін де, біз үшін де маңызды бұл осы тіл мерекесінің тойлануы. Әр жерде ертең, мысалы, 5 қыркүйектен бастап тіл мерекесі барлық Қазақстан Республика бойынша жерлерде атап өтіліп, іс-шаралар өткізіледі. Міне бүгінгі сол іс-шарамыздың бірі, өзіңізбен сұхбаттасып отырмыз. Бұның да жақсы әсері басқа ұлт өкілдеріне, басқа да азаматшаларға жақсы игі әсерін береді деп ойлаймыз. Әрине, енді осы мереке қарсаңында өзге ұлт өкілдері арасында қашанда жаңа сайыстар, осы қазақ тіліне деген білім деңгейлерін көтеріп, және осы қазақ тіліне деген қызығушылығын арттырады, осы іс-шаралар. Соған қандай ой қосар едіңіз? Мен ойымша, жаңағы екі тілді біліп, өз тілін ғана емес, басқа ұлттың, енді Қазақстанда бәріміз бірге тұрып отырмыз ғой, қаншама адам, көршілердің арасында да қаншама ұлттар бар. Соны бәрін мен ойлаған бойынша достық арқылы, сыйластық арқылы, бір-бірімізді түсінеміз, бір-бірімізді құрметтейміз, бір-бірімізбен бірге тату өмір сүреміз. Енді қазір сіздің, мысалы, отбасыңыз бар, жолдасыңыз және бір қызыңыз бар. Енді осы отбасында қазақ тілін үйретуді маңызды санайсыз ба осы балаңызға? Мен балама үйретіп жатырмын қазақ тілімді. Менің балам сөйлемесе де түсінеді айтқанымды. Кейбір андай оп-оңай фразаларға жауап береді. Мен жолдасым сөйлемесе де мен айтқанымның бәрін түсінеді. Отбасымда да мен үйреніп жатырмын, үйретіп. Соларда қазақша сөйлесін деп тілегім бар. Ойыңыз бар, ортақ ойыңыз қазақша сөйлеу отбасында. Өте дұрыс айтасыз. Бүгінгі осы сұхбаттасу уақыты да өз мәресіне жетіп қалған сияқты. Сіздің ой пікірлеріңізбен, ортақ ой пікіріңізбен бөлістік. Егеменді еліміздің тұғыры қашанда тіліменен биік екені белгілі. Тіл тағдыры туралы көп ойлармен бөлісіп, бүгін туған тілім тұғырым десек те болады. Бүгінгі осы іс-шарамыздың айғағы басқа тілді меңгерудегі ешқандай өзіңіздің ой санаңыз, сол тілге деген қызығушылығыңыз болса, ешқандай да еш нәрсе бөгет бола алмайтыны көзімізді жеткізіп отырғандайсыз. Солай ма, Дария ханым? Мен бүкіл қазақстандықтарға айтайын дегенім, жаңағы тілдерді үйреніп алыңдар. Көбінесе жастар сендерге біріншіден өздеріне жақсы болады, ыңғайлы болады. Екіншіден ол өз елімізге, халқымызға деген құрмет. Сондықтан мен сіздерді тіл үйренуге шақырамын. Сіздердің бәрін өтіп кеткен Конституция күнімен, келе жатқан тілдер мерекесімен шын жүрекпен құттықтаймыз. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Сау болыңыздар. Рахмет. Енді міне осындай азғантай уақытта айтылған сөз, өнер толғаған сезім, ұлылардан қалған ой пікірлерімізді көкіректеріне мәңгі қалдырар дей отырып, ана тілім, дана тілім, тәңірім, сақтай білген сан ғасырлар жарығын, тілім менің Абай Ахмет сөйлеген, бұғаулауға, шұбарлауға көнбеген деп бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз. Міне енді жаңа оқу жылына ере келген тіл мерекесі көп ұлтты мемлекетіміздің береке бірлігін нығайтады деген ойдамыз. Бүгінге пікір алмасқаныңызға сізге де алғысымыз шексіз. Отбасыңызға амандық, еңбегіңізге толағай табыстар тілей отырып, бүгінгі шарамызды аяқтаймыз. Сау, саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар. Көкөзендері кесім берген, керуен тартып көшін берген, төрт түлігі төсін өрген, жаса қызығым. Ту көтеріп, тұлпар мінген, саят құрып, сұңқар білген, күй төбімен шырқап жүрген, жаса қазағым. Хей! Жаса, жаса, қазақ тілім, жаса, жаса, ғажап тілім, баянды боп азат күнім, бағын таймасын. Жаса, жаса, рухты халқым, жаса, жаса, құтты салдым, айдан асып мықты далдың, жаның жайнасын.
жаса, ғажап түнім, баянды боп азат күнім, бағын таймасын. Жаса, рухты халқым, жаса, құтты салқым, айдан асып мықты даңқым, жаным жайнасын. Жаса, қазақ тілім, жаса, ғажап түнім, баянды боп азат күнім, бағын таймасын. Жаса, рухты халқым, жаса, құтты салқым, айдан асып мықты даңқым, жаным жайнасын. Жаса.